Дінсіз білім ақсақ дейді. Білімсіз дінше, білімсіз дін соқыр дейді. Кім жетектесе соның соңынан еріп кете береді. Адамдар мұсылман болып таң атырса, кәпір болып кеш батыратын уақыт келеді дейді. Жаңағы тәңіршілер абайды адасқан, шәкәрімді шатасқан. Жаңағы айтқан қазақтың бес арыс үш бәйтерегінің барлығы олар кезінде діни білім алғандар. Оларды қазақ әдебиетінен алып тастау керек деп жатыр. 5 жылдан кейін алып тастайтын болса, біздің құлағымыз қазір үйренген, біз оған дайын боламыз. Қытай халқының тірідей бақа шаян жеп жатқанын көреміз. Қорқынышты ма, қорқынышты емес пе? Қорқынышты. Солай ма? Енді оған біз жүрегіміз айнып қарадық, бірақ ең көп просмотр солар. Қазір көзіміз үйренгенге соншалықты біздің Алматы, Астанада қаншама Қытай ресторандары ашылды. Тірідей бақа шаян тұрады, көзінше шауп-шауп шарт-шарт дегіз береді. Неге? Өйткені біздің көзіміз үйренді. Бұлардың қасында жаңа уахаби сәләфилердің айналайын болып қалайын деп тұр ғой. Діни ағым деп айтуға келмейді. Дінге бес қайнатса сорпасы қосылмайтын бүліктің басы деп айтсақ болады бұны. Біз керісінше сол қотырдың үстін қасымен соған қарсы тұратын иммунитет қалыптастыруымыз керек біз жастарға. Баланы әке тәрбиелемесе көше тәрбиелейді. Ассаламу алейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Әулие-Ата діни-танымдық бағдарламасы Жетісу облысы Талдықорған қаласының ат басын тіреді. Бүгінгі Әулие-Ата діни-танымдық бағдарламасының қонағы Жетісу облысы дін істері басқармасының дінтанушы психологы Қанат Маратұлы мен дінаралық және этносаралық келісім тақырыбында сөз өрбітетін боламыз. Марат Қанатұлы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қанат Маратұлы, өзіңіздің діни білім алған жеріңізді және осы салаға қалай келдіңіз, сол жайында айтып берсеңіз. Біз енді бала күнімізден ата-анамыз осы дінге жақын адамдар, өздері намаз оқып, құлшылықта. Біз енді дүниеге келгеннен сондай тәрбиемен өстік. Мектепті бітіргеннен кейін 2003 жылдар аралығында Алматы облысы Жамбыл ауданында шет тілдер оқыту орталығы, сол жерде медресе бар. Қазір кезде қыздар медресесі отыр, шамалған қыздар медресесі. Сол жерде оқығанмын. Одан кейін осы Талдықорған қаласындағы Жетісу жаңа Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде психология мамандығы бойынша 4 жыл оқыдым. Одан кейін шет тілдер және іскерлік карьерасы университетінде 2 жыл магистратура оқыдым. 15 жылдай осы Талдықорған қаласында имам болып қызмет еттім. 5 жылдай уақыт болды. Қазір кезде осы Жетісу облыстық дін істер басқармасы дін саласында мәселелер зерттеу орталығында дінтанушы және психолог болып жұмыс жасаймын. Жақсы. Енді келесі сұрағым, Жетісу облысындағы діни ахуал және этносаралық ахуал жайлы айтып өтсеңіз. Діни ахуал өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар. Енді былай Жетісу облысы діни ахуал жағынан ең тыныш және бір діни ағымдардың былай шыққан кезде жоқтың қасы деп айтсақ та болады. Өйткені бұл енді бір көпті кірсе көл дейді, жалғыз адамның емес, осы жерде атқарып жатқан қаншама қызметкердің жанын салып жұмыс жасап жатқанның нәтижесі деп ойлаймын. Өйткені ол діни ағымдар қай жерде болса да болады, бірақ солардың көбейіп кетпеуіне, өріп кетпеуіне қазір кезде бар ынта жігерімізді салып жұмыс атқарып жатырмыз. Жақсы. Мемлекетіміздің діни және этносаралық алауыздық тудыратын діни ағымдар жайлы айтып өтесіз бе? Иә, ол жалпы өзі дәстүрлі дініміз деп айтылады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан дәстүрлі дініміз деп айтылады. Бұл ислам діні. Және мына христиан дінінің ішіндегі православ бағыты бұл да дәстүрлі дін болып есептеледі. Ал енді осының ішінде дәстүрлі дінімізден бөлек болған ағым, былайша айтқан кезде үй ішінен үй тігіп жаңадан қосылғандар болатын болса, бұның барлығы былайша айтқан кезде дінді бүлдіруші және ұлтаралық араздықты тудырушы бірден бір ағымдар деп айтсақ болады. Енді оны атын атап түсін түстеудің қажеті жоқ. Мысалы, ислам дінінен атын жамылған қаншама діни ағымдар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде былай деп айтады: бір уақыт келеді, адамдар жаңа ислам діні 70 тарамға бөлініп кетеді дейді. Көрдіңіз бе? Ал қазір қарасаңыз, одан да көп болып бөлініп жатыр. Бұның барлығы мына пайғамбарымыздың мына бір хадисін алсақ болады. Дінсіз білім ақсақ дейді. Діні жоқ білім ол бір жағын ақсап тұрады.
қазақта айтады, құдайдан қорықпағаннан қорық деген сөз бар. Білімсіз дінше, білімсіз дін соқыр дейді. Кім жетектесе соның соңынан еріп кете береді. Және пайғамбарымыз хадисінде айтады, бір заман келеді дейді. Адамдар мұсылман болып таң атырса, кәпір болып кеш батыратын уақыт келеді дейді. Қазір қарап отырсаңыз, не бір ағымдар шығып жатыр. Соның ішінде біреу атап айту керек деп ойлаймын, ол тәңіршілер қазіргі уақытта. Бұларды не істеп жатыр? Қазір қазақта айтады ғой, мұсылман болу әсте-әсте, кәпір болу бір пәсте деген сөз бар. Қазір бір адам мұсылман болып жүрген болса, кешкісін әлеуметтік желден солардың сөзін тыңдап, діннен шығып кете салып жатқандар да бар. Көрдіңіз бе? Бұл пайғамбарымыздың жаңағы хадисінен. Мұсылман болып таң атырса, кәпір болып кеш батырады дейді. Бұл енді тек қана ислам діні емес, қазіргі кезде христиан дінінің атын жамылған небір жаңағындай ағымдар да шығып жатыр. Олар да қиналып жатыр, олар да жұмыс жасап жатыр қазіргі кезде. Бұл ағымдарға уақытында тосқауыл болмаса, бұл енді міндетті түрде дін істері басқармасы қызметкерлерінің міндеті деп қана қарайтын болсақ, бұған шамамыз жетпейді. Бұл өрбіген үстіне өріп кете береді. Сондықтан да жұмыла көтерген жүк жеңіл, бұны анау жоғары жақта отырған арнайы құзырлы орында отырған қызметкер ағаларымыз бар. Ол мемлекет сол жердің тұрғылықты ішкі саясаты, дін істері басқармасы, Қазақстан мұсылман діни басқармасы, ұлттық қауіпсіздік комитеті деген сияқты барлығы бірігіп жұмыс істейтін болса, жұдырықтай болып, онда бұны ары қарай өріп кетпеуіне, ұлтаралық, дінаралық араздықтың тумауына бірден бір себеп болады деп ойлаймын. Жақсы, енді айтып қалдыңыз ғой, тәңіршілдікке өтіп кеткендерді. Біз тәңіршілдіктерді білеміз, оларда дәстүрді ұстанайық деп жатады. Енді осы жерде қазақ халқының мұсылмандық жолын және де мұсылман мен қазақтың дәстүрін сабақтасып кеткен жайлы бір айтып берсеңіз, тәңіршілік екеуінің айырмашылығын. Айырмасы мынада. Негізі біз өзі қазақ жалпы көмпіс халықпыз. Өзі қанымызға біткен, біздің ана сүтімен дарыған біздің дәстүріміз. Және біздің қазақтың алдыға қояр бетке ұстар, мысалы Абай, Шәкәрім сияқты қазақтың бесар үш бәйтерегі деп айтайықшы. Осыларды пайдалана отырып қазіргі кезде қазақтың ішіне қаншама іріткілер салып жатыр. Биыл тамыз айының 10 күні қазақтың рухани ұстазы Абайдың туған күні. Президенттен бастап жаңа Абайдың қара сөз өлеңдерін оқып челлендж бірінен бір іліп әкетті. Президентімізден кейін облыстық әкімдер, ауыл әкімдер, мұғалімдер деген сияқты Абайдың қара сөз. Жылдағыдан қарағанда биыл қарқынды түрде болды. Не үшін деп ойлайсыз? Оның болу себебі жаңағы тәңіршілер Абайды адасқан, Шәкәрімді шатасқан. Жаңағы айтқан қазақтың бесар үш бәйтерегінің барлығы олар кезінде діни білім алғандар. Оларды қазақ әдебиетінен алып тастау керек деп жатыр. Көрдіңіз бе? Қазақ әдебиетінен бұл бастамасы ғана. Бастамасы ғана. Ойлаңыз, енді бір жылдары есіңізде болса, доллар біздегі аяқ астынан көтерілді, халық көтеріліп кетті. Неге? Өйткені доллар мен кредит алғандардың бағасы өсіп кетті да, халық шулап кетті. Одан кейін естеді, доллар көтеріледі екен, доллар қымбаттайды екен дегенді алдыменен сыбыс жіберді. Халықтың құлағы соған үйренді. Одан кейін газ қымбаттайды екен, мысалға жанармай қымбаттай алдын ала сыбысты жібереді, халық үйренеді, кейін қымбаттатқанда соған дайын болады. Солай емес пе? Мынау тура сол сияқты нәрсе. Қазір Абай, Шәкәрімдерді, оны қазақтың ұлыларын қазақ әдебиетінен алып тастау керек деген сөз ғана ғой. 5 жылдан кейін алып тастайтын болса, біздің құлағымыз қазір үйренген, біз оған дайын боламыз. Көрдіңіз бе? Мысалға деп айтайық, YouTube желісінде, қазір Instagram, TikTokта Қытай халқының тірідей бақа шаян жеп жатқанын көреміз. Қорқынышты ма, қорқынышты емес пе? Қорқынышты. Солай ма? Енді оған біз жүрегіміз айнып қарадық, бірақ ең көп просмотр солар. Қазір көзіміз үйренгендігі соншалықты біздің Алматы, Астанада қаншама Қытай ресторандар ашылды. Тірідей бақа шаян тұрады, көзінше шауып шарт дегіз береді. Неге? Өйткені біздің көзіміз үйренді. Көз үйренген соң не істедік? Біз оған тәніміз дайын болып тұр. Кейін осылардың қазірден бастап бұл тәңіршілерге тыйым салмайтын болса, біз қазақтың былайша айтқан кезде бет қаймағының барлығынан айырыламыз. Пайғамбарымыздың хадисі келеді. Қандай хадисі? Бір заман келеді, білім жоғалады. Білім жоғалады деді. Адамдардың барлығы кез келген дүниенің пәтуасын біреуден сұрау керек қой. Бір наданнан сұрайды, ол надан білмеймін деп айтпайды, өзі тозаққа барады. Артынан сұрағандарды ілестіріп ала кетеді дейді. Біз соған келе жатырмыз қазір тоқтатпайтын болсақ. Ұлтаралық
және дінаралық қақтығыстық діни ағым ретінде есептесек болады ма? Діни ағым деп дінге тіпті қосып қажет емес. Бұл дінге қосудың ешқандай қажет емес. Бұлардың қасында жаңа уахаби сәләфилердің айналайын болып қалайын деп тұр ғой. Турасына келгенде көресіз. Өйткені олардың уахаби сәләфилердің аузында Алласы бар. Оларда көкейінде бір хадис бар, бір аят бар. Бұлар да ше, Құранда Аллах тағала айтқандай сүйенерге нұрлы кітабы да жоқ. Қазір жазып жатыр. Арақ ішуге болады, ақылың ішпесең болды, бұл біздің ана скифтардан қалған, атамыздан қалған ас деген дүниелер шығарып жатыр. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Бұл діни ағым деп айтуға келмейді. Дінге бес қайнатса сорпасы қосылмайтын бүліктің басы деп айтсақ болады бұны. Жақсы, түсінікті. Енді Қанат Маратұлы, мынау қазіргі жастардың осындай жат діни ағымдарға кетіп қалмау үшін оларға қандай кеңестер бересіз? Қазір жастар қандай білім алу керек, қайдан алу керек, кімдер тыңдау керек, сол жайында айтып өтсеңіз. Жастар ол қоғамды қозғаушы күш. Күш деп алайықшы. Егер бұл күшке дұрыс сенімменен нақты білім қалыптаспайтын болса, бұл дүлей күшке айналады. Өйткені білім де басқарып тұрған жоқ, дін де басқарып тұрған жоқ. Сила есть, ума не надо деген нәрсе шығады бұл жерде. Күш бар, ақыл керек жоқ, орда жық дүние шығады бұл жерде. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жастарға дұрыс сенім қалыптастыру. Бұл нәрселерді қазір кезде мектептен бастап қалыптастыру. Мектепте жарайды, оларға намаз оқы деп айтпай қояқ, бір ораза ұста деп айтпай қояқ, жарайды, өздерінің санасының кіргенінде қабылдайды деп айтайық. Бірақ келешекте бұл балалардың 9-ды бітіріп колледжге оқуға кететіндері бар. Солай емес пе? Яумаса 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін шетелге, яумаса Астана, Алматы жан-жаққа оқуға кететіндер бар. Ол жерде күтіп отырған әке көке жоқ емес пе? Ол жерде қайда тұрады? Жатақханада тұрады. Бір жатақханада 2 адамнан 10 адамға шейін деп айтайықшы тұрады. Ол жерде біреусі уахаби болуы мүмкін, біреусі ана діннің, христиан діннің атын жамылған, біреусі мынандай, біреу дәстүрмен ғана жүріп, біреу сатанист болуы мүмкін. Барымса, біреу мен мүлдем атеистпін деуі мүмкін. Адам жалғыз өмір сүрмейтіні белгілі, ол табиғатынан белгілі нәрсе. Солардың ішінде қайсының табиғаты жақын, соны дос тұтаттағы адам досының дінінде деген дүние шығады. Досыңды әкел, сенің кім екеніңді айтайын деген дүние шығады. Сондықтан да біз балаларымызды былайша айтқан кезде қанат қағып ұшқан кезде кімге қосылу керек? Қандай дін дұрыс? Діни былайша айтқан кезде ақпаратты кімнен алу керек? Мысалға деп айтайын, діни ақпарат қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Ол жердің сараптау комиссиясы бар. Сараптау комитетінен былайша айтқан кезде өтетін ұстаздар бар. Мысалға имамдар бар. Нақ мәліметті солардан бар. Болмаса әрбір жерде қазір облыстық дін істер басқармасы, ол жерде теологтар, дін танушылар былайша айтқан кезде дайын отыр. Дұрыс ақпаратты беруші адамдар отыр. Міне, осы нәрсені біз қазірден бастап құлағына сіңірмейтін болсақ, біздің қанша күрескенімізден ешқандай пайда болмайды. Бұлай деп айтайыншы. Біз осы уақытқа дейін жаңа 16 бөлімдер бар, дін істер басқарма 16 бөлім. Уахаби сәләфилер менің үйіне барады, олармен жұмыс жасап жатыр. Ал енді бір адамның үйінде қанша бала болуы мүмкін? 5-6. Көрдіңіз ба? 5-6 бала. Олар өсіп келе жатқан дайын уахабилер емес пе? Көрдіңіз ба? Дайын тұр олар. Біз аналармен күреседі үлкендерменен. Бейтіп. Бірақ үйде былайша айтқан кезде дайын 5 келе жатыр. Дайын 5 келе жатыр. Біз онымен қайтып күресеміз? Біз немен күресіп жүрміз өзі деген сұрақ туады. Біздің күресіп жүргеніміз әлі күнге дейін мынандай нәрсе. Мектептерге барамыз, өзі ауруын жасырған арам өледі дейді қазақта. Оны жасыратын түктер жоқ. Мектепке қай бір жерге тақырып береді. Қандай тақырып? Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мақсатында дейді. Бұл тізесі шыққан жауыр болған тақырып қой. Біз керісінше сол қотырдың үстін қасымай, соған қарсы тұратын иммунитет қалыптастыруымыз керек біз жастарға. Өзіміздің ата-баба дәстүрін, қанымызбен келген жаңағындай қазақ тілін көрдіңіз бе? Біз қазақша оқыту былайша айтқан кезде өзіміздің қанымызға сіңген дәстүрлі дінімізді біз қалыптастырмайтын болсақ, ертең ана дайын болып өсіп келе жатқан өзі сәләфилердің бізге келгеніне қанша жыл болды? Жай ғана ала салайық, 15 жыл деп айта салайық. Жай ғана 15 жыл деп ала салайық. Олардың балалары 15-ке кеп тұр.
13 отау иесі. Ертең олар үйленеді. Үйленген соң олардан дүниеге келгендер кім болады деген сұрақ туады. Сондықтан да біз қотырдың үстін қасымай, керісінше сол неден пайда болды? Көрдіңіз бе? Салдармен күресу былайша айтқан кезде. Біз соның дүниесімен себеппен күресуіміз қажет. Жақсы. Енді мынау ата-аналарға осы дін саласында ақпарат алу үшін кімдерді оқу керек? Кімдерді тыңдау керек? Қысқа ғана айтып өтсеңіз. Ата-аналар, Мұхтар Шахановтың тілімен айтатын болсақ, біз батыстың цивилизациясын аламыз деп, канализациясына түсіп бара жатырмыз. Көрдіңіз бе? Біз сол батыстың канализациясына түсіп бара. Бізге қазір батыстық менталитет, бізге қалыптасып келе жатыр. Кеше ғана шықты, балаға ұрсуға болмайды, баланы ұруға болмайды деген дүниелер шықты, ата-ананың. Біз былайша айтқан кезде баланың бүткіл тәрбиесін жіберіп алып тұрмыз. Қазір кезде небір діни сайттар бар. Өз-өзіне қол жұмсауға тәрбиелейтін 100-ден астам сайттар бар. Көрдіңіз бе? Бала соның барлығын көріп жатыр қазір. Ал ата-ана, біз баланы футбол етіп жүрміз, былайша айтқанда. Мұғалімнен көреміз. Мұғалім итереді, ата-анадан көреді, ортада бала. Сол себепті айтарымыз, ата-ана қалай дегенмен бала оныкі. Мұғалім жарайды, мұғалімнен көр, мұғалім соттап жүрейік. Бірақ баламнаныкі ғой, адам. Солай емес, бала өзіңдікі. Олай болатын болса, балаға бірінші алаңдау керек болған кім? Ата-ана. Баланы әке тәрбиелемесе, көше тәрбиелейді. Тәрбиесіне немқұрайды қарамау. Одан кейін нәрсе, ата-аналарға мынандай нәрсені ескертсек. Тыйым салынған діни ағымдар бар. Егер де соған кіретіндер де қазір көп. Бірін жапсаң, екінші шыға береді. Жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ сияқты. Бірін жапсаң, екінші шығып жатыр. Егер де осы сайттарға қазір кіретін болса, діни басқарма тарапынан бір хабарлама келеді. Сообщение деп айтайықшы. Сіз осындай уақытта, осындай тыйым салынған осындай сайтқа кірдіңіз, сіздің өміріңізге қауіпті кірмеуіңізді сұраймыз деген бір сообщение келді. Хабарлама. Егер оған да қарама екінші рет кіретін болса, әкімшілік айыппұл бар. Айыппұл салынады. Ол миллионнан асып жығылады. Оған да тыңдамайтын болса, онда бас бостандығынан айыру дегенде жаза бар. Бұл нәрселерге ата-ана немқұрайды қарамасын деп айтқым келеді. Жақсы. Қанат Маратұлы, бүгінгі әулие-ата дін танып бағдарламаға сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.